Барыңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Айхан Оразая. Бүгін біз 5 минутта дайын болатын таңғы ас дайындайтын боламыз. Алдымен достымызға 6 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Және де үстіне шым-шым тұзымызды сеуіп, сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Дұрыс айналған осындай сап-сары болып шығу керек достар. Және де үстіне көбік ретінде туралған шұжығымызды және теркадан өткізілген сырымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң қол мөлшерімен немесе көз мөлшерімен, укроп салған дұрыс, мен көз мөлшерімен саламын. Бұны да жақсылап араластырған дұрыс. Дайын болған қоспамызды қызып тұрған ыдысымызға салатын боламыз. Оттың астын жай жаққан дұрыс. Енді біз табамызды сары майымызбен майлайтын боламыз. Майлағаннан кейін отымыз астын жай жағып, дайын болған қоспамызды үстіне құямыз. Бетін жауып 15 минут күтеміз. Ал енді вуаля, біздің омлетіміз дайын болды. Ас болсын.